Баршаңызға сәлем, сіздермен Айгерім. Бүгін мен сіздерге осындай трайфл милка десертінің жасалу жолын көрсетіп, рецептін ұсынатын боламын. Бұл десерттің бисквитін жасау үшін бізге 3 жұмыртқа керек, ұн керек, сұйық май керек, қопсытқыш керек, қант және де какао ұнтағы қажет. Және де кремін жасау үшін бізге осындай 33% сливки қажет, творожный сыр қажет, 1 қасық сгущенка және сахарная пудра, яғни қант ұнтағы қажет. Және де бетіне шоколадный ганашға бізге Қазақстан шоколады мен сливки қажет болады. Ондай болса, біз бисквитімізді жасап бастаймыз. 3 жұмыртқаны осындай ыдысқа жарып аламыз. Оның үстіне қантымызды сеуіп отырып, миксермен көпіргенше миксерлейміз. Қантымыздың барлығын бірден қоса салмаймыз, аздап қосып отырып көпіртеміз. Мінекей жұмыртқа мен қантымызды осылай ағарғанша көпіртіп аламыз. Оның үстіне сұйық майымызды құямыз да араластырамыз. Ендігі кезекте сухой смесімізді дайындап аламыз. Ол үшін оның үстіне осылай какао ұнтағы мен қопсытқышымызды қосып араластырып дайындаймыз. Енді осы дайындап қойған смесімізді жаңағы массамызға қосамыз да миксермен ақырындап араластырамыз. Миксерді қоспай тұрып осылай бір араластырып аламыз. Одан кейін миксерімізді қосамыз да біркелкі шыққанша араластырамыз. Мінекей біздің бисквитіміз дайын болып қалды. Массамыз осылай болуы тиіс. Енді мен осындай домалақ ыдысқа құямын. Ол үшін пергамент қағазын төсеп аламыз да массамызды құйып, осындай күрекшемен жан-жағына жаямыз. Енді духовкада 180-200 градуста пісіреміз. Бисквитіміз біздің піскенше біз кремін жасап дайындап қоямыз. Сливкимізді осындай ыдысқа құйып аламыз да оны миксермен көпіргенше миксерлейміз. Мінекей біздің сливкиміз осылай көпіру керек. Оның үстіне қант ұнтағын қосып араластырамыз. Оның үстіне творожный сырымызды қосамыз. Одан кейін 1 қасық сгущенкамызды қосамыз да барлығын жақсылап араластырамыз. Міне біздің креміміз дайын болды. Осындай болып шығу керек. Бисквитіміз де дайын болды. Астынан пергамент қағазын алып тастаймыз да бисквитімізді 2 қолмен осылай ұнтақтаймыз. Міне 2 қолымызбен осылай ұсақ қып ұнтақтап алдық. Енді біз осындай 4 бұрышты ыдыстарға барлығын салып шығамыз. Бұл ыдыстар арнайы пирожный десерттерге арналған ыдыстар. Дүкендердің барлығында сатылады. Осындай ыдысқа 4-еуіне бірдей қылып бөліп салып шығамыз. Мінекей 4-еуіне бірдей қылып барлығын салып шықтық. Енді жаңағы кремімізді осылай салып аламыз да жан-жағын барлығына жағып шығамыз. Қасықпен жаққан ыңғайсыздау болады. Сол себептен арнайы осындай күрекшемен барлық жеріне жағып шығасыздар. Каждый ыдысқа кремді осылай 2 күрекшеден салсаңыздар жеткілікті. Бұл десерттер 2020 жылы шыққан десерттер. 2020 жылдың хит десерті десем де болады. Дәмі өте ерекше, сондай дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Мінекей 4 десертімізге де кремдерімізді жағып алдық. Енді артынан осылай равнять етіп түзулеп шығамыз. Мінекей барлығын осылай түзулеп шықтық. Енді шоколадный ганашымызды жасаймыз. Ол үшін сливки мен Қазақстан шоколадын газға ертеміз. Міне біздің шоколадный ганашымыз дайын. Енді осыны каждый трайфлымыздың бетіне осылай құйып шығамыз.
интернетте трайфлдың бетін клубникамен әсемдеген видеолар көп екен. Қазір мен сіздерге клубникамен емес, кивимен әсемдеп көрсетемін. Мінекей шоколадный ганажымызды осылай барлығына құйып шығасыздар. Осындай орехтардың ұнтағы болса да, сеуіп осылай әсемдеуге болады. Барлығына бірдей қылып осылай 4-еуіне сеуіп шықтым. Енді қазір кивимен әсемдеп көрсетемін. Кивиді осылай домалақтап тураймыз. Одан кейін оны 4-ке бөлеміз. Одан кейін трайфлымыздың бетіне осылай әдемілеп әсемдеп қоямыз. Өз фантазияларыңызға қарай әсемдесеңіздер болады. Мінекей біріншісін мен осылай 4 жақ шетіне кивиді осылай қойдым. Енді келесісін басқалай жасап көреміз. Келесін мінекей осылай қаз-қатар тізіп әсемдесеңіздер болады. Мінекей осылай да әдемі шыққан сияқты. Енді келесін басқалай жасап көреміз. Келесі кивиді де осылай домалақ қып турап аламыз да ортасынан 4-ке бөлеміз. Мінекей келесін осылай жасасаңыздар да болады. Барлығы өз фантазияларыңызға байланысты. Бұдан да әдемі қып, күшті қып жасайым десеңіздер де болады. Мінекей 3-ші трайфлымыз да дайын болды. Осылай да әдемі шыққан сияқты. Мінекей келесі трайфлды осылай да жасауға болады. Осымен біздің трайфлдарымыз дайын болды. Меніңше өте әдемі шыққан сияқты. Енді дәмін көреміз. Міне видеодан көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ, сондай нәзік, дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Айгерім. Менің рецептерім ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар.